қорек жағынан енді нонидің екі түрі бар білесіздер, біреуі екеуінің айырмашылығы почти жоқ. Мынау балаларға, үлкен қарт кісілерге, екі қабат кісілерге жеңілдеу түрі. Тек бір ғана ингредиент жоқ, бұнда демая деген ингредиент. Демая деген ингредиент білесіздер, ол подтяжка лица дейді, омоложение дейді, арықтау процесіне де жақсы көмектеседі деген. Балаларға омоложение не үшін керегі бар деп, оны қоспаған ғой, в общем, балаларға керек жоқ оны деп. Түсіндіңіздер? Энергия береді. Мына успокаивать етеді. Нервный адамдарға беріңізші, бірден успокаиваться етеді. Нони деген. Сол үшін встречаларға барған кезде обязательно қолдарыңызда бір нони жүрген жақсы. Қарадыңыз, что-то не то, сразу құйып бердіңіз, ана кісі сетті тағы, бірден уже успокаиваться етеді. Почему? Потому что бірден pH-ті көтереді бұл. Ашылачивать етеді адамды. Шынычной уже көз ашылады, ой ашылады, энергиясы келеді, асқазаны дұрысталады. Жақсылап тұрып тыңдайды. Настолько мощный бересіз, болды сразу уже ана кісіге ұнайды. Прямо ағзасы требовать етіп тұрған нәрсені бересіз, да? Сартық десіз, ішеді тағы уже қалыпқа келеді. Келесі деген продукция именно бүкіл ағзаға қажетті базовый продуктының қатарына қосылады. Яғни бүкіл микроэлементтер, манағы айтқан витаминный комплекстер, кальций, магний, цинк, железо дейсіз. Барлығы осы бір өнімнің құрамында табылады. Өйткені бұның ішінде нони деген суперфуд бар. Нониді жаңағы интернетке жазатын болсаңыздар, в чем польза десеңіз, сізге бүкіл статьялар, бүкіл жаңағыдай научный исследованиялар, бүкіл доказательный медициналық тұрғыда қаншалықты мықты информациялар шығады. Одан кейін гранатовая косточка, гранатовый сок. И келесі мынау виноградная косточка. Виноградная косточка дегенді ұнтағын. Сіз мынау йод бар ғой, кәдімгі йод. 1 литр суға 1 қасық йодты құйып жібересіз. Қып-қызыл болады ғой. Соған виноградная косточканы үгітіп салып жіберетін болсаңыз, манағы қып-қызыл ингредиент, қып-қызыл йоды бар су аппақ қайнап кетеді. Неге? Өйткені бірден шелечный алып кетеді. Сол үшін де мынау өнім не үшін адамды шелечной средаға бірден көтеріп жатыр? Потому что виноградная косточка бар. Адам ағзасы бірден шелечной средасын көтереді. Настроениесі көтеріледі. Ұйқысы тынышталып, іштегі бүкіл воспалительный процесстер, бүкіл жұқпалы процесстер, вирустар, неше түрлі күнде оянып жатқан жаңағыдай 300-ден астам онкология клетка дейсіз, басқа дейсіз. Барлығы нейтрализовать етеді. Құдіретті болады. Дальше бұның ішінде янтарная кислота деген бар. Янтарная кислота. И және де 2-3 тағы да ингредиенттер бар. Барлығы бірге қосылғанда бүкіл жаңағы біз айтқан қорек, аминокислоттар, витаминный комплекстер, минералды комплекстер, ферменттер барлығын осы бір тұтып береді. 750 мл шыны ыдыста. Бұны да солай былай кішкене құйып аласыз дағы. Примерно бір 20-30 мл сөйтесіз дағыны. Былай іше бересіз. Енді дәмі деген прям ерекше бұл. Іше бергің келеді. Өйткені сіздің ағзаңыздағы бүкіл сұрап тұрған, ашығып тұрған клетканың қажет, мынау ингредиент қажет, мынау қажет деп жаңағыдай қажеттілігінің барлығын бір осы 25-30 граммның сізді жауып тастайды сол қажеттілігін, клеткаңыздың қажеттілігін.